мына бізде Жаркент қандай көше мына? 50 лет дейміз, қазіргі Ыбырай Молдаева көшесі. Ыбырай Молдаев көшесі. Сол мына бұрынғы кезден осы арық бар, иә? Иә. Бұл арық деп атала ма, жоқ? Канал. Канал деп аталады, аха. Весный городской канал дейміз, сол жақтан келеді. Иә. Мынау шлюздар. Осымен келеді. Міне былай. Иә. Су, мысалы, анау арғысы, біріншісі, Иә. мына қаланың батыс жақ бөлігіне. Мына, мысалы, Уәлиханова ма? Уәлиханованың ар жағында Головацкий көшесі бар, Головацкий, Уәлиханова бар, Спатаева бар, сол көшелерге арғы шлюзбен кетеді. Батыс жаққа кететін су мынау. Иә. Мынау ортаңғы, иә. мынау осы көшемен кетеді. Орталықпен жүреді. Иә, орталық Ибрайым Молдаевпен, аха. Тігінен кетеді. Ары қарай өзі бағана көрсеттім ғой сізге каналдарды. Сол каналдар арқылы, каналдың астында арықтар кетеді, сол арықпен сулар ары қарай кетеді. Сонда сіз бағана арычный системаны уже жөндей бастадыңыз. Бағана біз көрген көше, ол қай көше еді? Ол көше арықты жасап қойғаныңыз. Қонаев көшесі. Қонаев көшесі. Вот уже жұмыс басталды сол жақтан, иә? Ал мына шлюз мына қаланың шығыс жағына қарай кетеді. То есть мынау жан жаққа кетіп жатыр ғой. Иә. Біләл Назым, Абай, жан жаққа кетеді, аха. сол көшелерге қарай кетеді. Өте жақсы болды. Сол арычный системаны жасағандарыңыз өте керемет болады деді. Енді қазір полив кезінде кішкене сумен проблема болады. Неге десең шаруаларға. Әрине, жазда, иә. Бірақ су бар. Өте жақсы. Мынаның аққаны уже жақсы. Қазір енді біз осы арықтарды қайтадан қалпына келтіру бойынша жұмыстарды бастадық. Қазір аудан әкімшілігі, аудан әкімі үлкен көмек көрсетіп отыр. Өте жақсы. Қолдауымен әр көшені, тұрғындарды міндеттеп жатырмыз осы арғы жүйелерін қайтадан қалпына келтіру бойынша. Өте жақсы. Мен ойлаптым, вообще Жаркентте уже су ақпайды екен деп қалыппын, шынымды айтсам. Өйткені көрмейсің ғой, арықтар неғып тастаған, жауып тастаған, көміп тастаған. Мынау қандай жақсы. Сонда жасыл бұрынғыдай жап-жасыл болатын болды онда келсе. Енді бұйырса соған жұмыс жасап жатырмыз. Өте жақсы. Рахмет сізге, рахмет.